Жаңаөзендіктер белгілі имам Нұрлан Байжігітұлымен кездесті. Мұнайшы мәдениет үйінде теолог қала тұрғындарымен жүздесіп, ислам діні төңірегінде рухани әңгіме өрбітті. Танымдық басқосуды облыстық дін істер басқармасының қолдауымен Жас арт мекемесі ұйымдастырды. Нұрлан Байжігітұлын көпшілік әлеуметтік желі арқылы кеңінен таниды, өйткені белгілі имам халықтың діни тақырыптағы сауалдарына түсінікті тілде жауап беріп, біліммен бөлісіп отырады. Өнегелі өсиеті мен ұлттық құндылықтарды ұлықтауға бағытталған әсерлі әңгімелерін әзіл араластыра отырып жеткізеді. Құл ақысы болса пенде ақысы. Әйеліңді ұрғасың, біреуді боқтағасың, біреудің үстінен ғайбат айтқасың, өстен айтқасың, оған жамандағасың. Сондай ақысы барлардың біреудің дұғасына әумин деп қосылмаңдар деп айтады пештерге. Өте қиын нәрсе. Сондықтан сол бүкіл құлшылықтың барлығы не нәрсеге алып келеді? Тәкаппарлықты жеңуге алып келеді. Нұрлан имам жастардың түсінікті тілінде түсіндіріп, оңай тілмен жеңіл жеткізе біледі. Сонысымен жастардың жүрегінен орын тапты деп ойлаймын. Былайынша айтқанда, енді барлық біздің мына имамдарымыз бар, басқа да имамдарымыз бар, барлығын қарап, жалпы жастар өзіне керек нәрсені алғаны абзалырақ. Бір имамға немесе бір ұстазға тек соны қараймын, тек соны тыңдаймын демей, әрқайсынан өзіне керегін саралап, солай алғаны дұрысырақ болады. Бірақ Нұрлан имамның өзінің қазіргі таңда мына жастарда, медиа ғасырында, медиа саласында, медиа мышлениедегі жастардың жүрегінен орын тапты деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі осы жерге келіп жатырған басым көпшілігі жастар болып тұр қазір. Өскелең ұрпаққа, қазіргі жастарымызға, тек қана жастар емес, жастардың ата-аналарына, жалпы қаламызға бір керек дүниелердің бірі деп ойлаймын. Сондықтан ұйымдастырып жатырған топқа, ағаларымызға көптен көп рахмет айтамын. Нұрлан Байжігітұлы 1991 жылдан бері дін саласында қызмет етіп келеді. Ол Нұр Мүбәрак Египет Ислам мәдениеті университетінде, Татарстанда, Мәскеуде, Қырғызстан мен Өзбекстанда білім алған. Бүгінде Астана қаласындағы Ырыскелді Қажы мешітінің бас имамы. Халықпен жиі жүздесу өткізіп, отбасылық мәселелерді реттеуге тағылымды әңгімесімен үлес қосып жүрген теолог ұлт татулығы жанұядан бастау алатынын айтады. Дін мен дәстүр егіз ұғым. Сондықтан ата-баба салған сара жолдан айнымай, салтымызды сақтай отырып, дінді ұстану қажет екендігін жеткізді. Қазақ халқы әлмисақта мұсылман дейміз. Сол мұсылмандығының бірден бір бекемдігі біздің дініміз, руханиятымыз, осы өңірде жатқан барша даналарымыз, дараларымыз ғой. Сондықтан жастарымыздың келешекте адаспай, басқа теріс ағымдардың бағытына ілеспей, бір жағы сол сенімін бекіту болатын болса, екінші еңбекқорлыққа, үлкенді құрметтеуге, отан сүйгіштікке бағытталған бүгінгі кездесуіміздің, негізгі мотивациялық кездесуіміздің бағыты осыда. Ең бірінші жастарға айтқанымыз, біздің үлкендеріміз алдымыздағы үлкен бәйтерек. Сол үлкендеріміз, даналарымыз, ата әжелеріміздің сөздері, кешегі дүниеден өткен бабаларымыздың насихатынан алшақтамауға шақырамын. Кездесуде тәкаппарлық, сараңдық секілді мұсылманға жараспайтын жағымсыз әдеттерден арылу, жат ағымдардан сақтану сияқты тақырыптар кеңінен насихатталды. Тұрғындар сұрақтарын қойып, жауаптарын алды. Сондай-ақ кештің басты қонағына кішкентай бүлдіршіннің тұсауын кестіріп, батасын алды. Айта кетейік, халыққа берері мол мұндай маңызды басқосулар алдағы уақытта да жалғаспақ. Еркін Қарасайұлы, Әсел Алдашев, Батырақ Молдаев, Ақтау Ньюс.